Сәлем қыздар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімізді осындай өте дәмді пирог түрі рецепті міндетті түрде аяғына дейін қараңыздар. Және пирогтың рецептін көрсетпес бұрын мен сіздерге бір қыздың каналын көрсеткім келіп отыр. YouTube-қа кірсеңіздер, поисковикқа дәм дастарханы деп жазсаңыздар, Сабира атты қызымыздың осындай каналы шығады. Каналына міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, подписаться кнопкасын басып, қасында қоңыраушаны басып қойсаңыз, сіздерге SMS-пен жаңа рецепттер келіп отырады. Тағамдары өте дәмді, міндетті түрде тіркеліп, Сабирамызға қолдау көрсетейік. Ал ендеше пирогымызды бастайық. Ең алдымен сүзбемізді аламыз, оған бір жұмыртқамызды жарып, қант қосамыз. Барлық құрамын мен описанияға астына жазып өтемін. Және 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын блендермен жақсылап езіп араластырып аламыз. Кондитерлік мешокқа осылай құйып алдық. Енді бұлай қойып қоямыз. Енді бізге бисквитін дайындап алу керек. Жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен осындай аппақ көбіктендіріп аламыз. Қант еріп көбіктене бастағанда кішкене сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, енді құрғақ заттарын дайындап аламыз. Ұнымызға 2 шай қасық ұн қопсытқышты қосып, және какао ұнтағын қосып, ұн електен өткізе отырып, құрғақ массамызды қосып шығамыз. Және миксермен бір келкі массаға енгенше жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай шоколадты массамыз дайын болды. Менің формамның размері 20-да 26 сантиметр. Құйып алдым және бетіне бастапқыда дайындап алған сүзбемізді осылайша сетка жасап шығамыз. 3 жолақ жүргіземіз ұзыннан, одан кейін көлденеңнен сетка жасап шығамыз. Яғни тор көздер піскен кезде өте керемет шығады. Дәмі де сондай дәмді. Алдын ала 180 градус қызған пешке 30 минут пісіріп аласыздар. Неке осылай құйып шықтық. Пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, суытып барып жесеңіздер, сондай керемет болады. Әрі сүзбемізде өзінің құрамын жақсы ұстап тұр. Яғни қою, сұйық емес. Дәмі керемет. Рецептіні міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып және пікір қалдыра кетіңіз.